расстановка болсын, өмір болсын, любой жерде бір-ақ жүйе бар, иә? Но смотря қай жерге система. Семейный система бар, иә? Жұмыс системасы бар. Но жұмыс системасы исходит от семейной системы. Бізде әулеттік жүйе бар. Сен барсың, сенің әке-шешең бар, олардың әке-шешесі бар, олардың әке-шешелері бар деген сияқты, міне мынадай система бар. Осы системадан сен екінші системаны құрасың. Өзіңнің семьяң күйеуге шығу арқылы система құрасың, осы системаға сәйкестендіріп, одан кейін жаңағы жұмыс системасын құрасың, жаңағы жан-жақтағы жүйелер исходя от этого. Если у тебя здесь бар да, то во всех твоих системах бар да. Поэтому өмірде мен кім екенімді білмеймін, мен шатыстым, не қалайтынымды білмеймін, түсінбеймін деп жүргенім системада бар да. Мына егер сенде жұмыста ақшадан немесе қарым-қатынастан быт-шыт болып жатса, мына мен разбираться не надо, вот здесь надо разобраться. Иерархия бойынша нарушение бар. А иерархия бойынша нарушение деген Он қайта алып шығамыз, что есть нарушение. жаңа расстановка. Что-то попутано где-то. Иә, ол қай жерде екенін, значит, сен миың шатыстырып алып тұр. Енді қара. Иерархия бойынша, мен расстановка бойынша айтып жатқан, расстановка бойынша айтады. Расстановка бойынша жаңағы айттық қой, проводник бар, заказчик бар, дедік қой, жаңағы фигуралар бар, иә? И запрос бар, сосын жаңағы заместитель бар, сосын запрос бар, мынау запрос, мынау заместитель, мынау заказчик, иә? Содан кейін бар фигуралар бар дедік, иә? Енді қара, осыған дейін сен егер бұның бәрін мен істеймін десең, сен расстановка өтпейді. Потому что сенің бас жағында кім бар? Құдай бар. Вот. Ты должна понимать, что поле ведет Всевышний, потому что он знает откуда что и как, но қайсына пайда тию керек екен, фигуралар кім екен, бірінші фигура, екінші фигура, үшінші фигура кім болып тағайындалу керек екен, ол мына заказчик арқылы жібереді ғой. Сезімді сол салады. Сен поледа араласпайсың, сен тек сұрақ қоюшысың. Сен сұрақ қоясың, Алла тағала мына адаммен жұмыс істеп жатыр, сенің заказчигіңмен жұмыс істеп жатқандықтан сен иерархияны нарушать нельзя. Егер сен заказчик үшін мына фигуралар назначить етсең, сен иерархияны бұздың. Сен мына Құдайдың орнына тұрып алдың. Это опасно. Тоқтап қал. Опасность не, ол нарушение. Ол нарушение, нельзя нарушать. За нарушение приходит штраф. Ол кезде сен ақшамен штраф аласың, отношенияңмен, жаңағы наставничествоңнан бірдеңе түсінбей қаласың, тупить етіп қаласың, короче, не то. А сен заместитель кімнің? Бұл жерде сен тек қана мынамен жұмыс істеп, мыналар, ты проводник. Вот это нельзя говорить. Проводник. Алла тағала проводит через сен арқылы полені, қара, сен арқылы ол полемен жұмыс істейді. Полемен. Бірақ полеға кім келетін? Алла біледі. Енді мына адамның ішіндегі жатқан сезімдерін, оның жеті ата-бабасынан келген системадағы нарушение сен білесің ба, ол біле ме? Конечно. Сондықтан каждый мына расстановкаға кіретін адам қатысқысы келіп қатыса алмай жүрген адамдар да бар. Қатысам деп келе алмай қалатынның бәрі полеға, значит, вот эта расстановка не для нее или она еще не готова. Вот, поэтому любой нәрсені, мына жерде ты должна понимать, если кто-то не пришел, если что-то, все по воле Всевышнего. Все, сенікі ниет ету, осы жерде пайдалы болу, проводник позициясына шықпау.